Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздерге дастарханда дым қалмай жейініп қалатын десерт түрін көрсететін болам. Бізге керек заттар: осындай консервідегі ананас керек, қаймақ керек, сгущенка, банан, груша, творог керек. Бисмилля деп алдымен таңдап алған жұмсақ грушаның қабығын ашып турайтын боламыз. Екі грушаны осылай турап алдық, ірі-ірі қылып. Енді осының үстіне банан тураймыз. Менің ыдысымда груша мен банан. Енді осының үстіне творог саламыз. Қаймақ саламыз. Сгущенка. Осы қоспаларымызды езіп алмай жайлап араластырамыз. Консервідегі ананасты қосатын боламыз. Араластырып алған десертімізді ыдысымызға орналастырамыз. Осылай ыдысымызға әдемілеп десертті орналастырып алдық. Енді менде грецкий орех бар. Осыны бетіне бөліп салатын боламыз. Грецкий орехтерді пешке кептіріп алсаңыздар, дәмі өте күшті болып шығады. Үстінен осылай мятамен әсемдейтін боламыз. Менде мұнда киви бар. Кивиден де сәл оформлениеге пайдаланамыз. Менің өте дәмді дастарханның сәнін келтіретін десертім дайын болды. Ұнаса лайк басып, каналыма тіркеліп кетіңіздер.